сәлеметсіздер ме? Саран қаласы нөмір 16 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Пебаева Гүлмира Орынбековна. Жастардың денсаулығы қоғам байлығы. Сабақтың тақырыбы шешуші айқас. Сабақтың мақсаты мәтіндегі бөлімдердің, абзацтардың орналасу тәртібін, ақпараттың тақырыппен байланысын анықтау, оған түсініктеме беру. Құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану. Мәтін алды жұмыс. Суреттерге қарап, қай елдің спортшылары және бұл спортшылар туралы не білесіңдер деген тақырыпқа сұрақтарға балалар жауап іздейді. Содан кейін жаңа сөздермен танысып, мәтінмен жұмыс жасайды. Балалар мәтінмен жұмыс барысында әдебиет лотосы әдісі бойынша шығарма атауы, авторы, кейіпкері, қандай жағымды қасиеттері мен қылықтары бар, ұнайды, кейіпкерге ұқсаған келе ме, неге себебін түсіндір. Осылай балалар оқыған шығармасы бойынша жазып шығады. Одан кейін осы оқылған мәтін бойынша тірек мәтін әдісі бойынша балаларға бірнеше сұрақ беріледі. Балалар сол сұраққа жауап жаза отырып, қысқаша тірек мәтін құрастырады. Одан кейін балаларға салалас құрмалас сөйлем дегеніміз не деген сұрақ беріліп, балалар еске түсіре отырып, берілген жай сөйлемдерді салалас құрмалас сөйлемге айналдырып жазады. Сабақтың соңында рефлексия ашық микрофон әдісі бойынша сабақтан қандай әсер алдыңдар? Сабақта өзіңе не ұнады деген сұраққа жауап жаза отырып, рефлексия жасайды.